Қайырлы түн құрметтілерім, түннің бір уағы айтады ғой, мынау шабыт келген кезде деп. Осындай бір видео жазғым келіп, шабыт келіп тұр. Енді мен басқа білім беріп жатқан адамдарға қарағанда ерекшелігім бар, байқап жүрген шығарсыздар. Ешқандай керемет жерде түсірмеймін, студия снимать етпеймін, әдемі киінбеймін, хотя бұның бәрін істей аламын. Әдемі картинкаға қарайтын адамдар бар, и терең білімге қарайтын адамдар бар. Адамның өзі әртүрлі этапы болады. Маска киіп өмір сүретін этапы болады. Әдемі киініп, жаңағы барын тағып, көрсетіп, адамдарға өзін, міне мен қандай адаммын, міне менде жаңағы бәрі бар дегенді көрсеткісі келетін деңгей болады. Мен ол деңгейден өтіп кеткенмін. Маған еркіндік ұнайды, маған қалай бар солай көрінгенім ұнайды. Менің ең керемет жерім ол өзімнің үйім. Еркін отырып, өзімнің ойыммен, өзімнің біліміммен, тәжірибеммен қалаған уақытта бөліскім келеді. Ары қарай қалай болады, Құдай қалай қарап бағыттайды, оны уақыт көрсетеді. Бүгінгі айтайын деп жатқаным, үш түрлі сананың деңгейі туралы айтқым келіп жатыр. Қазір барлығыңызды естіп жатқан шығарсыздар. 3D, 4D, 5D сознанияның уровені деп айтып жатыр ғой қазір. Осы туралы шамалы мағлұмат беріп кетейін. Негізі көп адамдар сене қоймайды, бірақ ол енді әркімнің өзінің уақыты болады. Так что әркімнің де адасуға хақысы бар. Бұл өмірдегі негізгі мақсатымыз адасып шындықты табу, сананы кеңейту, өзіміздің шынайы табиғатымызды табуда. Шындап келгенде шынайы шындықты, шынайы Құдайды, мына әлемнің вообще барлық шындығын түсіну үшін, түсінгім келеді деу үшін адамдар физикалық өмірде қандай да бір этаптардан өту керек. Көбінесе бұл этапқа келетін адамдар ақшаны қуып, ақшаға жетіп, ақшадан бақыт таппаған адамдар уже өмірдің шындығын іздей бастайды. Себебі бізді кішкентайымыздан ақшаң болса бәрі болады, ақшаң болса бақытты боласың, ақшаң болса құнды боласың деп тәрбиелеген қоғам. Сондықтан бәріміз ақшаға ұмтылдық. Ақшаға ұмтылғанның себебі өте көп. Ең бірінші, ақшадан біз қауіпсіздік іздейміз. Соншалықты төмен деңгейге түсіп кеткеніміз, ақша бізге қауіпсіздік береді. Ал шын мәнінде бұның бәрі жалған өмір деп сол үшін де атайды. Бұл жайында кейін айтармын. Қазіргі бүгінгі тақырыбым үш түрлі сана түрі туралы айтқым келіп жатыр. Аллаға шүкір, қазір уже деңгейлері жоғарылап көтеріліп жатқан адамдар жеткілікті. Хотя ұйықтап жүрген адамдар да өте көп. Сонда бұда болса, менің каналыма ешкімді случайно кездестірмейді. Мен әлі бұл тақырыпты тереңнен көтеріп жүрген жоқпын, себебі уақытым болып жүрген жоқ, өзім бизнеспен шұғылданып жүрмін. Дегенмен де бұл тақырыптар маған өте қызық. Қазір 3D деген сознанияның түрі бар, сананың түрі бар. Енді сана дегенді жан деп алсаңыздар да болады, әркім әртүрлі түсінеді, сана жан. 3D деген бұл өмірді тек қана қатты форма, қатты заттардың формасында ғана қабылдайтын деңгей. Яғни мен мынау денемін, мынау әлем, мынау үй, мынау стол, мынау телефон деп тек қана өмірді қатты заттар арқылы, қатты формалар арқылы, физикалық формалар арқылы қабылдайтын адамдар. Бұлар четкий жаңағы программамен өмір сүретін адамдар. Қандай программамен? Выживание дейді ғой орысша, яғни күнкөріс. Бұл адамдарға үшін ең главный проблема күнкөру. Не то, что там үлкен армандарда, үлкен мақсаттар, бұларға самый главный вопрос, самый главный мәселе күнкөру. Яғни қарнын тойдырып, киімін киіп, выживание дейді ғой, әйтеуір күнкөріс деңгейі. Бұндай адамдар көбінесе емес, толық қандай сезімдерде өмір сүреді? Қорқыныш, уайым, әлемге деген сенбеушілік, мен әлемнен бөлекпін деген осындай, ақша табу қиын деген сияқты, ақша ауыр келеді деген сияқты деңгейде өмір сүретін адамдар. Бұлар постоянно агрессия, реніш, сондай сезімдерде өмір сүреді. Бұндай адамдар жұмыссыз қалып кетуден қорқады, әлемге сеніп
әлемге тапсырудан, яғни Аллаға тапсырудан қорқады, хотя Алла туралы екі сөзінің бірінде айтады. Менің күлкім келетін сол, Алла туралы екі сөзінің бірінде Алла туралы сөйлейді бұндай адамдар, бірақ өмірде постоянно қиналып жүреді, қорқып жүреді, аз ақша тауып жүреді, өзіне сенбейді да. Сонда Алла бөлек, мен бөлекпін деп қарайды да. Негізі қазіргі заманда слишком қараңғы болу енді совсем ұят нәрсе деп ойлаймын. Себебі Құдайдың өзін туралы да уже терең білімдер бар. Мысалы, білімді бірақ біреуден естіп, теория жөнінде ғана алмау керек. Білімді өзіңнің өміріңде, өзіңнің денеңде, өзіңнің практикаңда тексеріп көрулеріңіз керек. Білім уже давно теориядан шыққан нәрсе. Білім ол уже опыт, жеке опытың. Енді бірінші 3D деңгейін айттым. Олар әлі өзіне сенбейді, өзін әлі бір кішкентай бір бишара, шектеулі адам ретінде қабылдайды. Бұлар тек қана мақсатқа жету үшін ақша керек деп ойлайды. Мысалы, бір нәрсе алғысы келсе, оған ақша керек, ақшаны қалай табам, ақша жоқ қой деген идеяда өмір сүреді. Олар үй алса да ақша керек дейді, бір мақсатына жету керек болса, оны да ақша арқылы, яғни барлық мақсатты өмірді ақшамен өлшейді. Тек қана ақшам болса ғана жетемін деп ойлайды. Басқаша жолдарын түсінбейді. Екінші, төртінші Д, 4D сознание дейді. Төртінші Д сана деңгейі, бұл уже шамалы жіби бастаған адамдар. Шамалы өмірге жұмсақ қарай бастаған адамдар. Өмірді қабылдай бастаған адамдар. Ситуацияларды қабылдай бастаған адамдар. Яғни, мына жүрек чакрасы деп айтады. Жүрек чакрасын ашқандар, яғни өмірге шамалы жұмсақ қарай бастағандар, өмірді қабылдай бастағандар, күресіп емес, жеңіліп, үйрене бастағандар. Яғни, бұл адамдар уже қатты денеден басқа, қатты өмірден басқа, қатты формадан басқа, мына денеден де басқа дүниенің бар екенін мойындай бастаған адамдар. Жанның, энергияның, Алланың, бірақ Алланың бірінші деңгейдегі қабылдамайды бұлар. Егер бірінші 3D деңгейдегі адамдар Алланы қорқыныш, Алланы жазалау, Алланы күнәлау деп қабылдаса, 4D деңгейдегі адамдар Алла ол махаббат деп қабылдайды. Барлық беріп жатқан ситуация ол жақсылыққа деп қабылдайды. Бұл уже Алланы махаббат деп қабылдау деңгейі. Шын мәнінде Алланы танымайтын ең бірінші орындағы адамдар имам молдалар деп айтсам, қатты айтқан болуы мүмкін, бірақ бұл шындық. Егер сізді Алламен қорқытатын болса, егер Алла жазалайтын болса, егер Алла бізді күнәға батыратын болса, онда ол Алланы танымайтын адамдардың әңгімесі. Себебі Алла тек қана шетсіз, шексіз махаббат. Алла тек қана шетсіз, шексіз махаббат. Алланы уже ғылыми тұрғыда да танитын уақыт келді негізі. Баяғыдай көзіміз қараңғы емес, молда мен имамның айтқанын тыңдай беріп, жаңағы ямадан шықпай жүретін. Шындап келгенде, менің анализіме қарағанда, біздің қазақ халқын кедей қылып жүрген имам мен молдалар. Алла арқылы қорқыта береді, Алла арқылы үркіте береді. Мен до сих пор имам молдалардың да өзінің бір ақша табу көзі шығар, бірақ адамдарға айтқым келеді да, көздеріңізді ашыңыздаршы. Алланы танымайтын ең бірінші орындағы адамдар олар имам молдалар деп. Себебі Алла тек қана махаббат. Алла бізге ешқашан жамандық қылмайды. Төртінші сана деңгейі бұл махаббат. Яғни кез келген ситуацияға махаббатпен қарау, кез келген адамның қателігіне махаббатпен қарау, Алланы тек қана махаббат деп қабылдау, кез келген өмірдегі ситуацияны бұл маған жақсылыққа берілді деп қабылдау. Дальше бесінші деңгей 5D дейді ғой. 6-7-ге көтерілмей ақ қояйық. Қазір 5D-да, например, санаулы ғана адам өмір сүріп жүр. 5-ші D сана деңгейі. Бұл жерде уже әлемнің, мынау жердің әлемнің системасымен, жүйесімен өмір сүре алатын адам, және сол системаны өзінің пайдасына пайдалана алатын адам, әлемнің системасымен, Алланың системасымен қарым-қатынас жасай алатын адам. Яғни, бұл адам үшін жаман жақсы деген нәрсе жоқ. Бұл адам өзінің өмірін өзі қалағандай құра алмаса да, Алла қалағандай құруға рұқсат берген адам. Бұл адам тек қана жақсылыққа сеніп, өзінің пайдасы үшін емес, жүрегінің қалауымен
әрекет жасайтын адам. Өзінің өмірінде 100% өзі қалағандай өмір сүру дейді ғой. Өзі қалағандай өмір сүргісі келетіндер көп. Сүріп жатырмын да дейді, бірақ ең басты секреті 100% Аллаға берілу бұл жерде. Алланың компасымен өмір сүру. Яғни алдыңда не шығып тұр, соны істеу. Адамның деңгейіне, үшті сананың деңгейіне түсіп кетіп, бұл дұрыс па, дұрыс емес па деп ойламау. Бұл жерде уже адам қалай өмір сүреді? Қалаған нәрсесі орындала бастайды, бірақ бұл деңгейдегі адамдар қалай орындалу керек деп басын қатырмайды. Бір нәрсені қалайды, және ол қалай келетінмен басын қатырмайды. Алла әйтеуір бір миллиард түр жолын тауып сізге орындап береді, бірақ ол дәл сіз қалағандай болмауы мүмкін. Бұл адам уже 100% Алламен күреспейді, әлеммен күреспейді. Қалай бар, өмірді солай қабылдайды, және қай жерде отырса да бақытты болады, қай мемлекетте жүрсе де бақытты болады. Бұл адам үшін жақсы, жаман деген жоқ. Бұл адам үшін бақытты болу үшін ешқандай шарт жоқ. Бұл адамда ақша бар ма, жоқ па, ол өзін бай санай алатын адам. Себебі шынайы 5D-ға көтерілген адам уже өзінің шынайы табиғатымен өмір сүре бастайды. Ал адамның өзінің шынайы табиғатында абсолютно барлық нәрсе бар. Тіпті бұл деңгейде адамда қалау да болмайды негізі. Мақсат та болмайды. Бұл деңгейдегі адам уже былай айтқанда Құдайдың қызметінде деген сияқты ғой, Құдайға толық беріледі. Және көпшілікке қызмет ету деңгейінде жүреді. Көпшіліктің көзін ашу, көпшілікке жол көрсету деңгейінде жүреді. Шындап келгенде бұл деңгейдегі адамда мақсат та болмайды. Себебі ол дәл өзінің өміріндегі абсолютно любой жағдайда өзін бақытты санай алады. Бұл деңгейдегі адамның бақыты, байлығы сыртқы әлемге байланысты емес. Мынау қатты дүниенің барлығын үстінен қарап тұратын деңгей. Мынау денені де мен деп қабылдамайды. Еш нәрсені мен деп қабылдамайды, не барлық нәрсені мен деп қабылдайды. Түсінесіздер ма? Яғни бұл деңгейде уже тотально санамен өмір сүреді, саналы түрде өмір сүреді. Уже матрицадан толық шығып кетуі мүмкін емес, бірақ сол матрицада саналы түрде өмір сүреді. Яғни өмірдегі өзінің рөлдерін, аналық рөлін, бауырлық рөлін, әйелдік рөлін, наставник рөлін, әртүрлі рөлдерді саналы түрде ойнай бастайды. Яғни кез келген рөлге саналы түрде кіріп, саналы түрде шыға алатын болады. Бұл деңгейдегі адам уже маскамен өмір сүрмейді, адамдарға керемет болып көрінгісі келмейді, адамдарға өзін бай қылып көрсеткісі келмейді, мен мына жаққа келіп демалып жатырмын, бақыттымын демейді. Ол адам кез келген жерде бақытты бола алады. Яғни мына өмірді қатты дене түрінде ғана көрмейді, мына өмірді пустота дейді ғой, мынау бос кеңістік ретінде көре алады. Өзін де, әлемді де бос кеңістік ретінде көре алады. Яғни бұл деңгейде адамдар шынайы Құдайды түсіне бастайды. Ашық айтпаса да түсіне бастайды. Себебі ашық айтса көп адам түсіне қоймас. Бірақ қазір қарап тұрсам көп адам уже оянып жатыр. Тіпті ояндым деген адамдардың ішінде де дұрыс емес информация беріп жатқандарды көріп жатырмын. Себебі біз бұл әлемде еш нәрсе істемейміз. Мен істемеймін, Алла істейді дегенді жай сөз қылып қабылдаймыз, көркем әдеби сөз қылып қабылдаймыз біз, бірақ шын мәнінде абсолютно еш нәрсе бұл өмірде біз істемейміз. Шындап келгенде бұл әлемде біз жоқпыз. Бір Алла ғана бар. Мына Құранда Алла жалғыз дегенді менің сөзім жетпейді имам молдаларға. Исламның Алласы жалғыз деп айтады да, мен айтамын, не деген қараңғылық, не деген саяздық деймін. Бұл әлемде Алла жалғыз. Орысыңда, қазағыңда, өзбегіңде, абсолютно арабыңда барлығы Алланың жаратқан пендесі, Алланың жаратқан құбылысы. Құранда барлығы шындық айтылған, бірақ оны расшифровка жасап дұрыс түсінетін имам молда жоқ. Бұл әлемде шынымен Алла жалғыз. Мен де сіз де жоқсыз. Бірақ бұның бәрін түсіну үшін 5D, 5D сознанияға, санаға көтерілу керек. Міне осындай 3 түрлі сана деңгейі бар қазір. Сіз қай деңгейіндесіз, соны айта кетсеңіз, және сана деңгейін көтергіңіз келеді ме?